Біз биік мұратқа бастайтын үлкен жолға қарай тағы да аттанып бара жатырмыз. Алдымызда ауқымды келістер тұр. Кейбір мемлекеттер бүгін өмір сүріп жатса, біздің президентіміз ең дамыған көшбасшы елдердің қатарына бастап келе жатыр. Оған біз қашан және қалай жетеміз? Біз тек әділет салтанат құрған кезде ғана жетеміз. Екіншіден, заң мен тәртіп үстемдік құрған кезде ғана жетеміз. Жастарымыз білім мен ғылымның, инновация мен технологияның тілін толық игерсе ғана жетеміз біз осы жолға. Оған 1000 жылдық тарихымызбен, төл мәдениетімізбен де жетеміз. Біз өткенімізді ұмытпауымыз керек. Осының бәрі осы жаңа конституцияда көрініс тауып отыр. Біз осыған қарай ұмтылып жатырмыз. Алға қарыштап басып келе жатырмыз. Бұл біздің халықтың таңдауы болатынына күмәніміз жоқ. Кеше Таразда болғанда бір 19 жастағы жас қыз бала сол сөйлегенде айтты, осы біздің буынға жаңа конституцияны қабылдау біз үшін берілген бақыт шығар деп айтты. Мен ойлаймын, ол біз бәріміз үшін де осы таңдау бізге бұйырған бақыт. Жаңа конституция қабылдау алдағы жақсы, жайлы өмір халқымызға сыйлайтын, егемендігімізді нығайтуға, тәуелсіздігімізді күшейтуге бағытталған елдік іске атсалысып, дұрыс таңдау жасаңыздар. 15 наурыз күні барлығымыз сайлау учаскесінде кездесейік. Тағы да сіздерге рахмет. Аман сау болыңыздар.